Баршаңызға сәлем. Мен Айзада Тұңғышбаева. Бүгін сіздермен осындай көйлекті лекалсыз пішуін, тігуін көрсетемін. Егер сіздер лайк басып, қоңыраушаны басып, тіркеліп алсаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Матаға қалай пішуін? Матаны екі бүктеп алдым. Бірінші мойнын саламыз, 18 деген мінекей иығынан кейін мына жерден 20 сантиметр түсіріп, осы жерге размер салынады. Бұлай бізде 48 размер 3 сантиметр қосылып, мұны бұлай етегін кеңдеу, мерге бөксесін салуға болады. Мына жерден 3 сантиметр алып, мұны қол шығара салады. Міне лекалсыз пішкен көйлегіміздің мына жерін бұлай тігіп көрсетемін. Мінекей бас жағына закрепка береміз, осылай тігіп шығамыз. Закрепка бере саламыз соңына. Міне бір жағын тіктік. Енді мұна екінші жағын тігеміз. Екінші жағы да аяқталды. Енді бұны қазір, міне бұның примеркасы осылай. Енді бізде мұна қолына қазір біз манжет саламыз. Манжет салуды көрсетеміз соңына. Осылай біздің манжетіміз тігіп алдық. Қазір мен сіздерге міне теріс жағын көрсетемін, оң қаратып көрсетемін. Мінекей біз бұнандайға тігіп алдық. Енді оң жағын көрсетемін. Аударып. Міне оң қаратып алдық. Міне тіккеніміз осылай әдемі болып бір келкіз бұрқыман шығады. Екінші жағында тура солай тігіп аламыз. Лекалсыз пішілген көйлегіміз дайын болды. Бұл 54-ші размер мынандай. Міне манжетін қалай салуын көрсеттім. Бұл көйлек өте жеңіл, оңай тігіледі. Өйткені бұл көйлек және де кез келген размерге келеді. Мен 44-ші размер, бұл көйлек 54-ші размерлі көйлек. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, қоңыраушаны басып, тіркеліп алсаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп отырамын. Комментарияға жазыңыздар, сол арқылы мен сіздерге не көрсететінді пландап отырамын. Келесі видеода кездескенше.